бұл мақалдар. Жарамайды ол. мына мақал ше Қалеке. Болар елдің ұлдары бірін-бірін батыр дейді. Болмайтын елдің ұлдары бірін-бірін қатын дейді дегенше. Сол керек емес сол. Ол өткен заманы қатын деп. Неге? Не керегі бар? Мысалы, болар елдің ұлдары бір-бірін батыр дейді, болмайтын елдің балдары бірін-бірі әпке дейді, апай дейді. Құдаша дейді десең болады ғой мысалы. Жоқ, мына мақал ше Қалеке, міне 30 ұлың болғанша осырақ шалым болсын дегенше. Сол ше. Адам жиркендір. Қанша адам сен неден көріп отыр Инстаграмнан, ұялмайсың ба? Осырақ деп осыртып оны. Исін фу вообще жиркендіріп адамды. Енді қалай айтады оны? 30 ұлым болғанша музыкант шалым болсын десін. Иә. Музыкант қолдады. Нота шығарады ғой. Иә. Мына Неше ше түрлі. Қалеке, мына мысалы менің Нұрекең жан досым. Аха. Ал досыңды көрсет, сенің кім екеніңді айтады дейді. Ал айтыңызшы менің кім екенімді. Сен чортсың сен. Сен мынаған сеніп жүрсің ба? Иә? $1000 берсе сені сатып кетеді қазір. Қай сатып? Ондай мақал жоқ қазір. Болды. Қазір ол мақал өзгерген. Қалай? Жарыңды көрсет, сенің кім екеніңді айтамын дейді. Қазір әйеліне қарап бағалайды еркектер. Сондықтан. Сондықтан. Ана 100 досың болғанша 100 нең Ой, өтір, ол да